Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге куркума хош иісті шөптекті өсімдік жайлы айтатын боламын. Жалпы куркума оңтүстік шығыс Азияда, соның ішінде Үндістан елінде көп қолданылады. Бұл дәмдеуіштің құрамында куркумин полифенолы бар. Сондықтан бұл ең күшті антиоксидант болып табылады. Құрамында майлар, көмірсулар, амин қышқылдары, К, Е, В топтарының дәрумендері, магний, калий, кальций, марганец, селен, йод минералдары бар. Бұл дәмдеуішті тағамға ғана емес, сумен қосып та пайдалануға болады. Куркума қосылған су керемет антисептик және иммуномодулятор. Ол ауру тудыратын бактерияларды жояды және ағзаның жұқпаға деген төзімділігін арттырады. Бұл сусын жүйке жүйесіне, жүрек, қан тамырлар қызметіне жақсы әсер етеді. Және буын ауруларын, артрит, артрозды жеңілдетеді. Бет терісіне және ми жұмысына жақсы әсер етеді. Бұл сусын зат алмасуды реттейді, ағзадағы токсиндерді, қоқыстарды шығарады. Ас қорытуды жақсартып, инфаркт, инсультті алдын алады. Бірінші қабылдаған күннен-ақ өзіңіз байқайсыз, ас қорыту жүйесі жақсарып, өзіңізді жеңіл сезініп, таңертең ұйқыдан жеңіл оянасыз. Рецепт: 250 мг ыстық суға және ложканың ұшымен дәмдеушімізді алып араластырамыз және татымына қарай бал қоссақ болады. Таңертең аш қарынға тамақтан бұрын 30 минут бұрын ішеміз. Қолдануға болмайды егерде өтінде, бүйрегінде тасы бар, 6 жасқа толмаған, жүкті және бала емізетін әйелдерге ішуге болмайды. Егерде ақпарат ұнаған болса, каналыма жазылып, келесі мәліметті жіберіп алмау үшін колокольчикті басуды ұмытпаңыз.